Сәлем оқушым, бұл видео әнземге дайындалып жатқан оқушылар үшін арнайы түсірілген. Жалпы ниша емтиханында осы іспеттес есептер келетінін ескертеміз. Ендеше есептерді талдап көрейік. Бірінші есебіміз кәсіпорынға 400 жаңа компьютер алып келінді. Бірінші күні олардың 15%, екінші күні 12%-ын орнатты. Неше компьютер орнатылмай қалды дейді. Бізде жалпы 400 компьютер бар екен. Осы 400 компьютердің бірінші күні 15%-ын орнатқан. Енді бірінші күнді қанша компьютер орнатқан табу үшін 400-дің 15%-ын табамыз. Яғни 415%-ке көбейтіп 100%-ке бөледі екенбіз. Мұнда процент қысқарады. Мұнда 2,0 қысқарады. 4-ке 15 көбейтетін болсақ, бізге 60 шығады екен. Яғни сонда бірінші күні 60 компьютерді орнатқан екен. Енді екінші күні көптеген оқушылар мұндағы бана бірінші күні орнатқан 60 компьютерді жалпы компьютерден азайтып тастап 140-тың 12%-ын тауып жатады. Бізге олай демеген. Жалпы бізге орнатқан компьютерлердің, жаңа компьютерлердің бірінші күні 15%-ын, ал екінші күні 12%-ын тап деген. Олай болса 400-дің 12%-ын біз жеке-жеке есептеп табады екенбіз. Енді 400-дің 12%-ын табу үшін 400-ді 12%-ға көбейтеміз, 100%-ке бөлеміз. Мұнда процент қысқарады, мұндағы 2 нөлдері қысқарады, 4-ке 12-ні көбейтетін болсақ, 48 шығады екен. Сонда бірінші күні 60, ал екінші күні 48 компьютер орнатқан. Сонда екі күнде жалпы 108 компьютер орнатыпты. Енді бізге қанша компьютер орнатылмай қалды дейді. Енді жалпы бізге барлығы 400 компьютер еді. Енді 400-ден 108 азайтатын болса, 292 компьютер шығады екен. Бұл бізде С вариантында. Келесі екінші есеп, балықшылар 80 ақтабан ұстады дейді. Кейін олардың балықтардың 8-ден 5-ін қуырды да қалған бөліктерін қатырып қойды. Неше ақтабанды қатырып қойды дейді. Енді 8-ден 5-ін қуыратын болса, бізде 8-ден 3-ін қатырып қойды. Енді 80-ның 8-ден 3 бөлігін қалай табамыз? 80-ді 8-ден 3-ке көбейте салсақ жеткілікті. 80 мен 8 қысқарады. Мұнда 10 болады, 10-ға 3 көбейтетін болсақ 30 шығады екен. Яғни 30 ақтабанды қатырып қойыпты. Бұл бізде А вариантында. Келесі үшінші есебіміз, мұнда X және Y мынадай өрнектер берілген, осы екеуінің қатынасын табыңыз дейді. Енді ол үшін бірінші X-ті жеке есептеп алайық. X-іміз тең болады. 7-тен 3-ті 9-дан 5-ке көбейтеміз. Мұндағы 3 пен 9 қысқарады. Мұнда 9-дан 3-тен 3-ке 1-ден. 1-ге 5 көбейтсек 5, 7-ге 3 көбейтсек, яғни 21. X-іміз 21-ден 5-ке тең болады екен. Енді Y-ті жеке есептеп алайық. Y-теміз яғни 8-ден 5-ті бөлеміз. Мынау бізге берілген бұрыш бөлшекті аралассаны 1-ден бұрыш бөлшек айналдырайық. Яғни 6-дан 6-ға 1-ге көбейтіп 1-ді болса, 6-дан 7 болады екен. Мен мұнда 8-ден 5 көбейтемін. Бөлшектердің орындарын ауыстырамын. Енді сонда бөліміз көбейтіп айналады екен. Мұна 8 бен 6 қысқарады, екеуі де 2-ке. 6-ны да 2-ке бөлсек, мұна 3-тен, 8 2-ке бөлсек, мұна 4-тен екен. Басқа қысқаратын нысандар жоқ. Мен қалғанын көбейте саламыз. 4-ке 7-ні көбейтсек 28, 5-ке 3-ті көбейтетін болсақ 15 болады екен. 28-ден 15. Енді бізге мұнда қатынасты табыңыз деген бөлшектің алымында 3x деп тұр. Бізде x-іміз бар. X-іміз 21-ден 5-ке тең. Бізге 3x табу керек. Ол үшін 21-ден 5-ті, яғни 3-ке көбейтеміз. Сонда 3 пен 21 қысқарады 7, сонда бізде 7-тен 5-ке тең болады екен. Енді бізде астында 4y-ті табуымыз керек. Бөлшектің бөлімінде қарасаңыздар. Енді бізде 4-ті көбейтемін. Y дегенім 28-ден 15-ке тең. Мұна 4 пен 28 қысқарады. Мұнаған 1-ден, мұнаған 7-тен. Сонда бізде 7-тен 15 деген бөлшек шығады екен. Енді бізде осы екеуінің қатынасын табу керек. Бөлшектің алымында 7-тен 5, бөлшектің бөлімінде 7-ден 15 екен. Енді 7-тен 5-ті біз бөлеміз 7-ден 15-ке. Соны бөлшек түріне емес, бөлінді түріне жазылайық. 7-ден 15. 7-тен 5, бөлшектің орнына ауыстырамыз. Сонда 15-тен 7 болады екен. 7 мен 7 қысқарады. 15 пен 5 қысқарады. 15-ті 5-ке бөлсек 3. 5-ке бөлсек 1 болады екен. Сонда бөлшектің алымында 1, бөлімінде 3 деген, 3-тен 1 деген жауап бұл бізде D вариант екен. Келесі төртінші есебіміз,
бізде А-ның Б-ға қатынасы, А-ны Б-ға бөлетін болса 2,5-1-ге тең болады екен. Енді мына өрнекті, осы өрнек арқылы өрнектеп, мына өрнектің мәнін табыңыз дейді. Енді ол үшін біз мына жақтан А мен Б-ның қандай санға тең екенін бірінші анықтап алайық. Яғни А-ны Б-ға бөлетін болсақ, бізде 2,5-1 деген сан шығады екен. 2,5-1 деген араласаны бірінші бұрыс бөлшекке айналдырайық. Яғни 5-тен 5-ке 2-ні көбейтіп 1-ді қоссақ, яғни 11 болады. Енді бөлшектің алымында А деген, ол бізге 11-ге тең, бөлшектің бөлімінде Б деген ол бізге 5-ке тең екен. Енді А-ның орнына 11-ді, Б-ның орнына 5-ті қойып есептесек жеткілікті. Бұнда бізге мән табатын өрнегіміз, яғни А қосылған 3 бөлінген А тең болады. А-ның орнына 11-ді қоямыз. Бұнда А-ның орнына 11-ді, ал Б-ның орнына 5 қояды екенбіз. Қосамыз 3 көбейту 5 бөлінген 11. Мына тең болады 3-ке 5 көбейтсек 15. Тан екен көбейтеміз 15 болады. 15-ке 11-ді қосатын болсақ, 26. Бөлшектің бөлімінде 11. Ол енді бұрыс бөлшекті біз араластан айналдырайық. Себебі жауабының барлығы араластан түрінде берілген. 26 бөлінген 11, яғни 26-ның ішіне 11 деген сан неше рет кездеседі? 2 рет кездеседі. 2,11-ден қалдығы 4 болады екен. Бұл бізде А вариантында. Келесі 5-ші есебіміз бізде модуль түрінде теңдеу беріліпті. 5-ге салайтылған 3,4 тең болады -2-ге. Енді қарасаңыздар, сіздерге кішігірім ақпарат айта кетейін. Модульдің ішіне всегда теріс сан болсын, оң сан болсын, всегда тек қана бізде оң сан шығады. Мысалы, -7 болатын болса, одан тек қана 7 деген сан шығады екен. Ол кез келген модульдік теңдеуделерде, модульдік есептердің барлығында кез келген модульдің ішінен всегда бізде оң сан шығады. Мына жерде қарайтын болсаңыз, теңдіктің сол жағында модуль берілген, ал оң жағында теңдіктің оң жағы модульден теріс сан шығарып қойған. Бізде модульден еш уақытта теріс сан шықпайтындықтан, сол себепті мынау екі жағы біріне тең болмайды. Демек, бұл есептің шешімі жоқ. Ол бізде Д вариантында екен. Келесі 6-ші есебіміз өте қарапайым есеп. Мына есеп жалғастырайық. Бірінші жақшаны ашып аламыз. Тең-тең бірден жалғастыра берейік. -2,3 қосамыз 4,4. Мына минус бізге плюске тең, плюс 1,8. Ал айтамын 3,7 қосамыз 4,1 деген, яғни бұл жақта есептің барлығы ондық бөлшек түрінде берілгендіктен 4,1 деген бізде бөлшегіміз ондық бөлшекке айналдырса, яғни 1-ді 4-ке бөлетін болсақ 0,25-ке тең болады екен. Енді бірінші плюстарды қосып болайық. 4,4-ке 1,8-ді және 0,25-ті қосып аламын. 4,4-ке 1,8-ді қосатын болсақ, 6,2-ке тең болады. 6,2-ге 0,125-ті қосамыз. 6,2-ге 0,125-ті қосамыз. Ондық бөлшектерді қосуды білетін жастары үтір-үтірдің астында тұрады. Мына бос орнын 0-мен толтырасыздар. 5, 4, 6. Яғни 6,125-ке тең болады екен. Ал мына 2 минус сан. Минус 2,3, минус 3,7. Ол екеуі де қосылады, бірақ минус таңбасымен шығады. Мұны 2,3-ге 3,7-ні қосамыз. 0-сі 1 ойда, 2, 3, 5 ойдағымен 6, яғни 6-ға тең болады екен. Енді 6,125-тен 6-ны айтатын болсақ, 0,120, мұнда 45 екен ғой. 6,145. 6,145-тен 6-ны азайтатын болсақ, 0,145 деген сан шығады. Бұл бізде В вариантында. Келесі 7-ші есебіміз 3 бөлмемен ас үйдің ауданы дейді 108 метр квадрат. Барлық ауданның бірінші бөлме 6-тан 1 бөлігін, екінші бөлме 9-дан 2 бөлігін, ал ас үй 27-тің 10 бөлігін құрайды екен. Үшінші бөлменің ауданы нешеге тең дейді. Енді жалпы барлық 3 бөлме және ас үйдің ауданы 108 метр квадрат жер екен. Ал осы бірінші бөлме осы 108 метр квадрат жердің 6-тан 1 бөлігін құрайды. 6-тан 1 бөлігін тауып үшін 6-тан 1-ге көбейтеміз. Яғни 108-ді 6-ға бөлеміз. 108-ден 6 қысқарады. Бізде қанша? 18-ге тең болады. 18-ге 1-ді көбейтетін болсақ, 18 метр квадрат жер болады екен. Сонда бірінші бөлме 18 метр квадрат жерді құрайды. Ал енді екінші бөлме 108 метр квадрат жердің 9-дан 2 бөлігін құрайды. Оны 9-дан 2 көбейтеміз. 108 мен 9 қысқарады. 108 9-ға бөлсек 12-ге тең болады. 12-ні 2-ге көбейтетін болсақ, 24 метр квадрат жер шығады екен. Енді бізде ас үй берілген. Ас үйдің
аудан табу үшін, яғни 108 метр квадрат жердің 27-тен 10 бөлігін құрайды екен. Мына 108 мен 27 қысқарады. 108 27-ге бөлсек 4 болады. 4-ті 10-ға көбейтсек, яғни 40 метр квадрат жер болады екен. Енді біз екі бөлме және де ас үйдің ауданын таптық. Яғни үшінші бөлменің ауданын табу үшін мына берілген тапқан 3 бөлменің ауданын қосып, жалпы 108 метр квадрат жерден азайтса жеткілікті. 18-ге 24-ті қосамыз, бізге 42 болады. 42-ге 40-ті қосатын болсақ, яғни бізде 82 метр квадрат жер болады екен. Енді 108-ден 82-ні азайтатын болсақ, 26 метр квадрат жер. Бұл үшінші бөлменің ауданы екен. Бұл бізде С вариантында. Келесі 8-ші есеп. Мектеп пен орталық стадион аралығы 15 км. Карта масштабы мынадай сюжет берілген. Карта масштабы бірден, яғни 3 миллионға қатынас түрінде. Осы аралықта картада көрсететін сызықтықтың ұзындығы қандай деді. Жауаптарыңызды миллиметрде беріңіздер. Енді қараңыздар, өзі жалпы масштаб деген тақырып өте үлкен көлемдегі тақырып. Бұл масштабты көптеген оқушылар шығара алмай жатады. Жалпы масштабта ең главный екі нәрсе беріледі. Бірінші жалпы картадағы ұзындығы, ал екінші жер бетіндегі ұзындығы. Енді бізде картадағы ұзындығы бізде қараңыздар. Бізде бірінші картадағы ұзындық 1 сантиметрге тең дейді. Ал жер бетіндегі ұзындығы бізде 3 миллион сантиметр. Оны қалай түсінеміз? Картадағы ұзындық бізде 1 сантиметр, ал жер бетіндегі 3 миллион сантиметрге тең екен. Енді қараңыз, жер бетіндегі 3 миллион сантиметр жерді өте қатты кішірейтіп, картаға сыйғызуға болады ғой, соны 3 миллион сантиметр жерді кішірейтіп 1 сантиметр жерге сыйдыртқан екен. Енді қараңыздар, мектеп пен орталық стадионның аралығы дейді 15 километр. Енді біз километр бірінші сантиметрге айналдырып алайық, яғни 1 километрде 100 мың сантиметр бар. 100 мың сантиметр. Енді қараңыздар, 15 километрде қанша сантиметр бар? Бұл біз 15 километр деген, яғни жер бетіндегі ара қашықтығы. 15 километр 100 мыңға көбейтеміз, сонда 1 миллион 500 мың сантиметр болады. Осы 1 миллион 500 мың сантиметр картада қанша сантиметр жерге сияды деп отыр. Бұл жерде біз пропорция деген тақырыпты өтсеңіздер білесіздер. Пропорция арқылы құрып есептеп шығара салайық. Пропорция яғни крест түрінде шығарылады. Мұндағы 3 миллионға x көбейтеміз. Мұны қысқартып километрмен шығаруға болады еді. Жарайды, осы сантиметрмен шығара берейік. 3 миллионға x көбейтеміз біз. Тең болады, яғни 1 сантиметрге біз 1500. 1 миллион 500 мың сантиметр көбейтеміз. Мұндағы x табу үшін 1 миллион 500 мыңды 3 миллионға бөлеміз. Мұнан 5 нөл мен мұнан 5 нөл қысқарады. Мұнда 30-дан 15 болады, 2-ді 15-ге қысқарады. 30-ды 15-ге бөлсек 2, 15-ді 15-ге бөлсек 1. Соны x дегеніміз 2-ден 1 немесе 1-ден 2-ге бөлетін болса, 0,5 сантиметрге тең болады екен. Енді білсеңіздер, бізде жауап миллиметрін беру керек, яғни 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. 0,5 сантиметр, енді 1 сантиметрдің жарысы 0,5 қой. Сенде 0,5 сантиметрде қанша миллиметр бар? Яғни 0,5 сантиметрде бізде 5 миллиметр бар екен. Демек бұл есептің жауабы 5 миллиметр болады екен. Келесі 9-шы есеп. Бізде мынадай өрнек берілген, осыны процент арқылы өрнектеңіз. 4 по куб бөлінген 64 по куб. Енді бөлшектің алымы бөлімінде бірдей санға қысқартсақ болады. Бұл куб пен бұл кубты. Енді 4 пен 64 екеуі де 4-ке қысқарады. 4-ті 4-ке бөлетін болсақ 1, 64 4-ке бөлетін болсақ 16. Енді 16-тан 1 деген санды біз жалпы процентке қалай айналдырамыз? Санның процент бойынша сан табу деген тақырып бар. Сол тақырып өтсеңіздер білесіздер әрине. Оны кез келген санды процентке айналдыру үшін, яғни 100%-ке көбейтеміз. Кез келген санды процентке айналдыру үшін 100%-ке көбейтеміз. Анау кез келген процентті санға айналдыру үшін, кез келген процентті, мысалы 1000% болсын, кез келген процент санға айналдыру үшін 100%-ке бөледі екенбіз.
Так, енді бізде 16-тан 1 деген сан, 16-тан 1 деген сан процентке айналу үшін, яғни 100%-ке көбейтеміз. Так, 16 мен 10 екеуі де 4-ке қысқарады. 16-ны 4-ке бөлсек 4, 100-ді 4-ке бөлетін болсақ, бізде 25. Мына бөлшектің алымында 25%, ал бөлшектің бөлімінде 4 деген сан қалады екен. Енді 25% 4-ке бөлетін болсақ, осы есептің жауабы шығады екен. 25 4-ке бөлу үшін біз 6-тан береміз. 24 азайтатын болсақ 1. Енді 1 4-ке бөлмейді, 4 беріп қарыз береміз, яғни 0 береміз. Так, енді 14-ке бөлу үшін 2-ден береміз 8. 10-нан 8 айтатын болсақ 2. Енді 2 4-ке бөлмейді, тағы да 0 жалғаймыз да 5-тен береміз, иә. 4-ке 5-ке өтетін болсақ 20 болады, азайтатын болсақ 0. Сонда 6,125 деген сан бұл бізде да вариант екен. Так, келесі 10-ші есеп. Төмендегі өрнектердің қайсысы дейді? Бізге мына өрнегінің дұрыс қысқартылуы болып табылады дейді. Мына өрнекті біз ары қарап қашанда жауабын табуымыз керек екен. Так, енді қарасаңыз, бұл өрнекті ықшамдау үшін бөлшектің бізге берілген өрнектің жақшаның алдындағы саны бірінші жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке жеке-жеке көбейтіп ашуымыз керек. Енді 5-ті 2-ға көбейтетін болса 10-а болады. Қосамыз, 5-ті 3-ға көбейтетін болсақ 15В болады екен. И минус 7В. Енді математикада залда правила бар, тек қана бөлшек тап қана бірдей сандар ғана қосылады, бірдей сандар ғана азайтылады деген. Енді қарасаңыздар бізде 15В және 7В деген екеуі бірдей, екеуі қосып немесе азайтылуға болады екен. Мына 10А деген жазып қоямыз, 10А плюс 15В-ға азайтамыз 7В-ны, плюс 8В-ға тең болады екен. Енді қарасаңыз жауаптардың барыны орта көбейткі жақсының сыртына шығарып жіберген. Бізде орта көбейткіш, яғни 2 деген сан болып тұр. Себебі 10-да 8-де 2-ке қысқартылады екен. Так, 10А-ны 2-ке бөлетін болсақ, бізде 5А қалады. Так, қосамыз 8-ден орта көбейткіш 2-ні шығарып жіберсек, 8В-ны 2-ке бөлетін болсақ, 4В-ға тең болады екен. 2 көбейтілген жақшаның ішіне 5А плюс 4В деген бол бізде В вариантында. Мінекей осы секілді көптеген есептерді шығару арқылы сіз өзіңіздің жалпы не шығады деген түсім мүмкіндігіңізді арттыратын боласыз. Енді каналымызға тіркеліп жазылып қойыңыз. Алдағы уақытта осы секілді көптеген видеоларды YouTube желісіне салып отыратын боламыз.